Иншиқақ сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Көк шатынап, жарылған кезде, әдеттегідей, Раббысының бұйрығына бойсұнғанда, жер жайылып теп-тегіс етілгенде, ішіндегінің бәрін сыртқа ақтарып тастап босанғанда, сондай-ақ, әдеттегідей Раббысының бұйрығына бойсұнғанда, ей адам, сенің қандай мақсатта болмасын, бар күшіңді салып, тырбануың ақырында Раббыңның құзырында нәтижеленеді. Сөйтіп сен де ақыр соңында онымен қауышасың. Кімде-кімнің амал дәптері оң қолына берілсе, оның есебі өте оңай болады. Ол жұмақта өзінің отбасына шат-шадыман күйде оралады. Ал амал дәптері арт жағынан сол қолына берілген адам еңсесін қасірет басып, бір жолата көзі жойылып, жоқ болып кетуді тілеп, зар илейді. Бірақ ол жанып шыжғырылу үшін жалынатқан отқа кіреді. Расында ол дүниеде отбасының ішінде шат-шадыман әрі ерке тотай еді. Өмірінің есебін беру үшін Раббыма қайтамын деп ойламайтын. Жоқ, ақиқат мүлдем басқа. Раббысы оны әркез көріп бақылап тұрды. Алаулап батқан күннің қызыл шапағына серт, түнге және сол бірте-бірте бүркеп қаптаған бар нәрсеге серт, бірте-бірте толатын толған айға серт. Сөзсіз сендер араларында тығыз байланыс болған күйден күйге көшесіңдер. Ендеше оларға не көрінген, неліктен иман етпейді? Өздеріне Құран оқылғанда неге сәждеге жығылып оған бойсұнбайды? Керісінше ол кәпірлер Құранға және ондағы ақиқаттарға сенбейді. Алла олардың көкірегінде, жүрегінде не жатқанын әлбетте жақсы біледі. Сондықтан оларды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Дегенмен иман келтіріп, соған сай, өздерін һәм бүкіл қоғамды түзеуге бағытталған игілікті істер атқарғандардың жөні бөлек. Олар үшін әсте түгесілмейтін, қисапсыз сый сияпат бар.